Сәлеметсіңдер ме балалар? 36-шы сабақтың тақырыбы сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Біз бір тақырыпта берілген мәтіндерге салыстырмалы талдау жасауды үйренеміз. 17-ші тапсырмаға қараңдар. 1970 жылы Есік қорғанынан алтын адам ескерткіші табылды. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас. Биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 см. Алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет болғандығының дәлелі Балдырған журналынан алынған екен. Енді бізге тапсырма мәтіннің мазмұнына сүйеніп сұрақ-жауап түрінде диалог құрастырыңдар. Қарамен жазылған сөйлемнің күрделі мүшені тап, ол қай сөз табынан жасалған дейді. Алдымен диалог құрастырайық. Осы оқығанымызға байланысты қылып, бізде барлығы жазылған екен. Енді мысалы қандай? 1970 жылы Есік қорғанда қандай ескерткіш табылды? Жауап жазамыз. Алтын адам ескерткіші табылды. Алтын адам ескерткішін кім тапты? Оны археолог Кемел Ақышев тапты. Одан кейін алтын адамның бас киімі қандай? Биік, шошақ, төбелі, ұзындығы 70 см. Тағы да мынандай сұрақ қойсақ болады. Алтын адамның киімі қалай безендірілген? Жауап: 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген деп. Енді қарамен жазылған сөзге қарайық, сөйлемге. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Бұл жердегі күрделі мүше бастауыш, Кемел Ақышев деген, бастауыштың сұрағына жауап беріп тұр, яғни сөз табы зат есімнен жасалып тұр, кім? Кемел Ақышев. Енді 18-ші тапсырмада кестені толықтыр дейді, сөйлемнің дара мүшесін және сөйлемнің күрделі мүшесін. Осы біз оқыған мәтіннен бұл жердегі сөйлемнің дара мүшелерін табайық. Бұл жерде көп, қараңдар. Есік, биік, киім, табылды, тапқан, безендірілген, ұқсас, ескерткіш және археолог және сақтар деген сөзді жазсақ болады. Ал енді сөйлемнің күрделі мүшелеріне алтын адам, Кемел Ақышев, Есік қорғаны, алтын әшекей, мемлекеттік өркениет және қазақ киімі деген сөздер жатады. Енді осы күрделі мүшені қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Мынандай бір сөйлем жасақ болады. Мен Есік қорғанына барып қайттым. Есік қорғанына. Қайда? Есік қорғанына. Және тағы бір сөйлем. Ол жақтан алтын адам ескерткішін көрдім. Не көрдім? Алтын адам. Және алтын әшекейлермен безендірілген киімді ұстадым. Қандай? Алтын әшекейлермен. Бұл да күрделі мүше анықтаушының сұрағына жауап беріп тұр. Енді 19-ші тапсырмада мәтіннен күрделі мүшелерді теріп жаз дейді. Маңғыстау, байлық тұнған түбек атанған ғажап өмір Маңғыстау. Ол мың қыстау сөзіне шыққан. Картадан қарағанда әйел адамның сұлбасы көз алдың елестейді. Академик Қаныш Сәтбаевтың бұл өңірді ұйқыдағы аруға теңеуі тегін емес. Көктен қараған адамға құлазыған құла түз көрінетін Маңғыстау небір ғажайыптармен ерекшеленеді. Мұнда табиғи ескерткіштер, ежелгі құлпытастар мен көшпенді ата-бабаларымыздың қолтаңбалары самсап тұр. Қазақстанның табиғат ғажайыптары кітабынан алынған екен. Осы жерде Маңғыстау туралы дерек көздерден өлең тауып, жоғарыдағы мәтінмен салыстыр, қайсысы ғылыми танымдық мәтін дейді. Алдымен біз бұл жерден күрделі мүшелерді теріп жазайық. Бұл жерде күрделі мүшелер, қараңдар. Байлық тұнған түбек. Қандай түбек? Байлық тұнған. Мың қыстау, қандай? Мың қыстау. Кімнің? Әйел адамның. Кімнің? Қаныш Сәтбаевтың. Тағы да мысалы, теңеуіне тегін емес. Ата-бабаларымыздың. Кімнің? Ата-бабаларымыздың. Және де қайдан қарағанда? Көктен қарағанда. Содан кейін барып, қандай жер? Құлазыған құла түз. Қандай? Ұйқыдағы ару. Кімге? Ұйқыдағы аруға. Осы күрделі мүше болып табылады. Дерек көздерден бір өлең табайық. Мынандай өлең бар екен. Маңғыстауым мұңайлы, сондай маған ұнайды. Фонтан мұңай атқылап, көктен жерге құлайды. Яғни Маңғыстауда мұнайдың шығатынын айтып тұр. Бұл жерде қараңдар, ғылыми танымдық мәтін қайсы дейді. Қазір ғана біз оқыған мәтін, ол ғылыми танымдық мәтін болып тұр. Ал біз өзіміз тапқан өлең, бұл әдеби мәтін болып тұр. Енді 20-ші тапсырмаға қарайық. Түркістан киелі шаһар тақырыбында парталасымен сұхбаттас дейді.
бізге дайын сөздер берілген екен, иә, тірек сөздер. Көне қала, кесене, ғажайып тайқазан, тарихи орындар және Түркістан. Осының бәрі Түркістан туралы болу керек екен. Енді қандай біз тағы да диалог құрамыз, иә. Енді бізге айтып тұр ғой, сұхбаттас деп, иә, яғни бұл екі адамның сұхбаты жайында болу керек. Мысалы, мен сен Түркістан қаласына барып көрдің бе деген сұрақ қойсам болады, иә. Сонда жауап, иә, Түркістан өте көне қала екен. Ол оңтүстікте орналасқан. Және де мен тағы да сұрақ қоям, иә, Түркістанда тарихи орындар бары шын ба? Жауап, иә, әрине, кесенелер, көне тарихи ескерткіштер өте көп, әдемі үлкен ғажайып тайқазаны бар. Сұрақ, ал сен қандай кесенелерді көрдің? Жауап, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Сұлтанбегім мазары, Арыстанбаб, Домалағана кесенелерін көрдім. Және де ақпарат бөліскеніне рахмет деп аяқтасақ болады. Енді 21-ші тапсырмада әлеуметтік желі арқылы келген хабарламаны оқы дейді. Тарихи ескерткіштері өте көп, Түркістан қаласының аралап, келі орындармен танысуға шақырамыз. Сөйлемдер түсінікті құрылған ба дейді. Әрине түсініксіз болып тұр, иә. Оларды қалай жетілдіруге болады, қандай сөздермен толықтыра аласың дейді. Бұл жерде біз мысалы мынандай хабарлама жасақ болады, Түркістан қаласының тарихи ескерткіштері өте көп. Сіздерді Түркістан қаласын аралап, киелі орындармен танысуға шақырамыз деп хабарлама жасақ болады. Сонда бұл жерде біз сіздерді деген сөзді қосамыз, иә, және Түркістан қаласының деп бастаймыз. Балалар, осымен 36-шы сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.